Рамазан айы мұсылмандар үшін қасиетті және берекелі ай. Ислам таңы осы айда атып, дүниені жарығына бөлеген ұлы кітабымыз Құран кәрім осы айда түсе бастаған. 1000 айдан да қадірлі болып есептелетін қадір түні де осы айдың ішінде. Ішкі дүниемізді жаман ойлардан және сыртқы дүниемізді жаман әрекеттерден тазартатын ораза айы осы айда ұсталады. Ораза бізді дүниеде жамандықтардан сақтайтын, ақыретте жаһаннамнан қорғайтын және күнәларымыздың кешірілуіне себепші болатын маңызды ғибадат. Сүйікті пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай дейді: кім сене отырып, сауабын Алладан күтіп Рамазан оразасын тұтса өткен күнәлары кешіріледі. Рамазан оразасы кімдерге парыз? Оразаның парыз болу шарттары мыналар: мұсылман болу, ақыл есі дұрыс болу, балиғатқа жеткен болу. Балиғат жасына жеткен, ақыл есі дұрыс әрбір мұсылман ер әйелге Рамазан айында ораза ұстау парыз. Бұл Алла тағаланың әмірі. Жас балаларға ораза ұстау парыз емес. Бірақ зиян келтірмейтіндей түрде балаларды да бірте-бірте оразаға үйреткен жақсы. Әйелдер етеккір кезінде және нифастағы босанған әйел осы күндері біткенше ораза ұстамайды, намаз оқымайды. Бұл жағдайлар біткеннен кейін ұстай алмаған оразаның қазасын өтейді. Яғни қанша күн ұстамаса, сонша күн қазасын ұстайды. Бірақ намаздардың қазасын оқымайды. Ораза Алла мен адамның арасындағы риясыз құлшылық. Тек Раббымыздың разылығын көздейтін ұлық ғибадат. Хадис құдсиде Алла тағала: аузы берік адам ішіп жеуін мен үшін доғарды. Ораза мені мен құлымның арасындағы ғибадат. Оған берілетін сыйды мен ғана өлшеп, мен ғана беремін. Аузы берік құлымның аштықпен шөлдегенде шығатын аузының иісі мен үшін мисктен де артық дейді. Сәресіге тұрған адам тілектерін айтып дұға етіп Алла тағаладан күнәларының кешірілуін сұрау керек. Ораза ғибадатын бітіріп ауызашар уақытына жеткен адам одан да көп бақытқа, қуанышқа кенеледі. Ұстаған оразасының сыйын алу үшін қиямет күні Алланың алдына барған кезде одан да үлкен қуанышқа кенеледі. Осы турасында пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай дейді: ораза ұстаған адамға екі қуаныш бар, бірі ауыз ашқан уақытта, екіншісі Аллаға қауышқан уақытта. Сонымен қатар пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ауызашар уақытындағы дұғалардың кері қайтарылмайтынын, Алла тарапынан қабыл болатынын айтқан. Ораза ұстаған адамға мұстахаб амалдар: бір жұтым суда болса сәресіде тұрып тамақ ішіп жеу. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұл тұрғыда сәресіге тұрыңдар, өйткені сәресінің тамағында берекет бар. Басқа бір хадисінде сәресі тамағы берекет, бір жұтым суда болса, оны тастамаңдар. Өйткені Алла сәресіде тамақтанғандарға рахымдылық етіп періштелері де олар үшін кешірім тілейді. Екінші шапақ атқанға дейін сәресіні кешіктіруде мұстахаб. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үмбетім ауызашарда асығып, сәресіні кешіктірген уақытта әрқашан жақсылықта деген.